Армысыздар, Ұрпақ үні медиа өз жұмысын бастайды. Алғашқы оқу аптасы несімен есте қалып, апта 74 редакциясы әзірлеген жаңалықтар таныстыратын мен Мейірлі Қайсарқызы. 1 қыркүйек білім күні. Еліміздің барлық мектептерінде алғашқы қоңырау соғылып, жаңа оқу жылы басталды. Нөмірі 174 мектеп гимназияда 400-ден астам оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Толығырақ Ғаникамал Мұраттың сюжетінде. 2025-2026 оқу жылы басталып, оқушылар шат-шадаман күйде мектеп ауласына жиналды. Көріп тұрғандарыңыздай, Алматыдағы номер 104 мектеп гимназияда мектеп мерекелік көңіл-күй сезіліп тұр. Осы жылы 29 мыңнан астам оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. Білім күні әр оқушының жүрегінде ерекше есте қалдыратын күн. Бірі мектепке алғаш қадамын жасаса, енді бірі мектеп өміріндегі ең соңғы оқу жылын бастады. Бірінші сынып қызық болады деген ойдамын. Номер 104 мектеп гимназиясы 2017 жылы Сәби қайырымдық қорының қолдауымен ашылған. Бүгін бұл білім ордасында 9-шы рет алғашқы қоңырау үні естілді. Ғаникамал Мұрат, Мейірлі Қайсарқызы, апта 174, Ұрпақ үні медиа. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев оқушылар мен ұстаздарды білім күнімен құттықтады. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі 8 мыңнан астам мектептер 4 миллион оқушыға есік ашты. Соның ішінде 360 мыңнан астамы бірінші сынып оқушылары. Айта кетейік, келешек мектебі ұлттық жобасы аясында ел аумағында жаңа білім ошақтары пайдалануға берілді. Мектеп оқушылары үшін жағымды жаңалық өзін-өзі басқару ұйымының жаңа құрамына іріктеу басталды. Іріктеуге 8-ші, 9-ші және 10-ші сынып оқушылары қатыса алады. Қыркүйектің 12-сіне дейін портфолио, ұсыныстар мен презентацияны өткізу қажет. Толық ақпарат өзін-өзі басқару ұйымының инста парақшасында. Жас тілшілерден үміт көп. Ұрпақ үні медиа жобасына бастауыш сынып оқушыларда белсене қатыса бастады. Назарларыңызға 3-ші Г сынып оқушылары дайындаған материалды ұсынамыз. Сәлем достар! Біз бүгін жазғы демалыс туралы әңгіме айтамыз. Айсана, жазғы демалыс та аяқталып қалыпты. Нұрали, сен жазғы демалысты қалай өткіздің? Менің демалысым өте күшті өтті. Мен өзімнің отбасыммен бірге Түркия еліне қыдыруға бардым. Мен ол жақта бірнеше сөздер үйреніп келдім. Тамаша, жазғы демалысыңды күшті өткізіпсің. Рахмет, ал сен қалай демалдың? Мен Қапшағайға бардым, бір айға ауылға бардым, және де Қытай тілі мен ағылшын тілін үйрендім. Достар, сабағымызды жақсы оқуға уәде береміз. Нұрали, кеттік сабаққа. Сау болыңдар, достар! Осы аптада келіп түскен жаңалықтар легі осындай, амандықта жүздескенше.